Сержан Арайға қайта қосылды. Жаңа қосылайықта Араймен қосылған Сержан эфир сыртында отбасын құрып, бір аптадан кейін ажырасып кеткен қос жұп қайта қосылды. Әлеуметтік желі арқылы бір-біріне ауыр сөздер айтып екі жаққа кеткен Арай мен Сержан бүгін күтпеген жерден қайта қосылғанын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Сержан Араймен ұрысып Есік қаласына кетіп қалған болатын. Арай Сержанды өтірікші, ақша таппайды, мен Сержанды асырамаймын деген болатын. Бүгін Сержан Арайдың үйіне келіп кешірім сұрады. Арай оқырмандарға және желі қолданушыларына мән-жайды түсіндіріп айтты. Жаңағы сторис туралы айтып кетейінші, енді біз әйел адамдарымыз ғой. Көп ашуланамыз. Енді біз әйел адамдарымыз ғой. Көп ашуланамыз, ашуланатын күндерде болады. Енді пенде болғаннан кейін мен ойламаймын. Мен өтірік айтпаймын, просто анадай болды да, мен Сержанның бір жынына тию мақсатында сондай әдейі істеген сторис болды ол. Жалпы қалай жақында қосылып ондай нәрсені жасай салат деген өтірік әңгіме. Ол ашумен ғана шығып кетті. Өтірік айту мақсатында, басқа ғана емес. Андай болады ғой, қатты ашуланып тұрасың, пенде болғаннан кейін ол болат, негізі дұрысынан түсінгендер түсініп жатыр. Деді Арай видео сторис арқылы. Сержанда өз парақшасында Араймен қайта қосылғанын, мәңгі бірге болатынын жазды. Қос жұптың қосылғаны қуанышты жаңалық әрине. Бірақ әлеуметтік желі қолданушылары Сержан мен Арайға ауыр пікірлерді жарыса жазып жатыр. Кейбір желі қолданушылары Сержан Мәкөшпен қосылуы керек еді десе, жоқ, Сержан Регинамен қосылуы керек деп жарыса жазды. Тіпті олардың ажырасып кетуін Назымның көз жасымен қарғысы деді әлеу желідегі апамыз. Иә, Жаннат пен Арай кезінде Сержанды Назымнан тартып алды. Енді өздерінің басына келді деп жазды қолданушылар. Ашуға булыққан Сержан, иә, біздердің ажырасқанымызға кейбір адамдар қуанып жатыр деді. Айтуға оңай, мейлі Назым болсын, мейлі Жаннат болсын, немесе Арай болсын, олардың бәрі де тағдырлас жандар. Олардың ешқайсысының өмірі оңай болды деп айта алмаймыз. Олар өмірдің түрлі қиындықтарын бастан өткерді және бастан кешуде. Сондықтан олардың бәрі де өз бақытын тауып, бақытты өмір сүрсе екен дейміз. Сержан мен Арай бақытты болсын.